30 миллион жыл бұрын солтүстік Америкада нағыз құбыжық эталодонт өмір сүрген. Ол тарихтағы ең жұмбақ құрлықтағы жыртқыштардың бірі болып саналады. Бұл жануарлар артидактильдер отрядының өлген сүтқоректілер тұқымдасына жатады. Заманауи ғылыми зерттеулер эдолодонттың ең жақын заманауи туысы қабан екенін растады. Осы құбыжықтың денесінің құрылымын егжей-тегжейлі қарастырайық. Зиялы қауымның бас сүйегі өте үлкен және 1 метрге дейін жететін. Сонымен қатар көптеген шығыңқы жерлері мен төмпешіктері болған. Жақтары 90 градусқа ашылып, қазіргі бегемотқа немесе қолтырауынға қарағанда қаттырақ қысылған. Олар сүйектерді олжамен ұстау мақсатында жасалған. Антилопты ұстай алған кез келген жануардың құтқарылуы мүмкіндігі аз болды. Оның тіс жүйесіне келетін болсақ, олардың күшті өткір азу тістері болған. Сондай-ақ олардың кескіш типті күрделі азу тістері және кішкентай азу тістері болған. Алдыңғы тістері бір-біріне мықтап жабылып, алға қарай еңкейіп, жәбірленушіні ұстап алып, бөліктерін жұлып алуға мүмкіндік беретін. Бұған азу тістер мен азу тістердің тамаса үйлесімі көмектеседі. Тістердің алуан түрлілігін ескере отырып, бұл жануарлар шөпқоректілер барлық қоректілерге айналды және осылайша олардың өмірін жеңілдете алды. Сонымен қатар, бірге барлық нәрселермен қоректенді деп болжауға болады. Эталодонттардың денесі өте тығыз, күшті тырнақтары бар еді. Ең ірі далалар қазіргі бегемоттың өлшемі болды. Олар бір уақытта 2 метрге дейін және салмағы шамамен 750 келіге жетті. Көптеген жануарлар керісінше сымбатты және қатты жерде жүгіруге бейімделген. Бұл ретте тірек тек ортаңғы және сақина саусақтарына ғана тірелді, ал сұқ саусақ пен кішкентай саусақ қысқартылды. Ауыр басты ұстап тұру үшін бас сүйегінің омыртқалары мен сүйектері өте күшті бұлшықеттерді қолданды. Дәл сол бұлшықеттер төс сүйегі мен жақтың арасында болды. Антилопттардың мойнының жақ бұлшықеттері өте күшті болғаны анық. Сонымен бірге, зиялылардың құйрығы қысқа болды. Оның әдеттері эволюцияның ең маңызды құпиясы болып саналады. Эдолонттердің қалай тамақтанды және ол қандай өмір салтын ұстанды? Зиялы қауымның азығы негізінен азу тістер мен азу тістердің көмегімен өндірілді. Сонымен қатар, әлсіз азу тістерді ескере отырып, бұл тағамды сақтау үшін көп күш қажет емес екенін атап өткім келеді. Мысалы, бұл жұмсақ шырынды өсімдіктер, шөптер, тамырлар, сондай-ақ ет болуы мүмкін. Энтолонттар басқа жануарларды аулауы немесе құлап жеуі мүмкін. Алайда оның үлкендігіне байланысты, оның керемет жыртқыш болуы екіталай еді. Ол жыландар, балапандар және тасбақалар сияқты кішкентай және баяу қозғалатын жануарларды өлтірген болуы әбден мүмкін. Бәлкім гиеналар, арыстандарды қуған сияқты энтолонттар да қалдықтарды жеу немесе тіпті одан олжа алу үшін гиендарды қуған болуы әбден мүмкін. Ол геоданнан да үлкен болды және оны түскі ассыз қалдыруы мүмкін еді. Бұл құбыжықтардың қалдырған іздері тозақ қабанның олжасын қуып қиғаш қозғалғанын көрсетеді. Осының арқасында ол мүмкін болды жыртқыштың иісін сезеді, жел қай бағытта соқса да. Яғни, энтолонттың иіс сезу қабілеті жоғары деңгейде болды. Табылған қазбалар мен басқа да қазбалы антилопттардың тамақ іздеп ашық жазықтарды кезіп жүрген шағын топтарда өмір сүргенін көрсетеді. Тіршілік ету ортасы шөпті жазықтар, саванналар мен ашық ормандар болды. Табылған жануарлардың қаңқаларында тек туыстары ғана тудыруы мүмкін өлімге әкелетін жаралардың іздері бар. Бұл энтолонттардың бір-бірін аулауы мүмкін екенін және олардың арасында каннибализм кең таралғаны көрсетеді. Ең жиі кездесетіні бет сүйектерінің сынуы, тістеу белгілері және бас сүйегінің басқа жарақаттануы. Оның аң аулауына қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Мысалы, күшті жақтары, бірақ тұяқтары бар жіңішке аяқтары олжаны ұстауға және ұстауға мүмкіндік бермеді. Метелодонт өзінің жылдам аяқтарының арқасында жәбірленушіні қуып жетіп бір деңгейде болған кезде өлімге әкелетін шағуды тудыруы мүмкін.
Мысалы, түйелердің сүйектерінде, бастың түбінде және бастың артқы жағында соңғы алақанын шағуы анықталды. Бұл оның нағыз жыртқыш екенін және аң аулау кезінде бас сүйегін азу тістерімен тесуге тырысқанын білдіреді. Сонымен қатар, ол жәбірленушіні үндеткіштен құлатып, содан кейін тістеп алуы мүмкін. Компьютерлік томографияның көмегімен көз ұялары тікелей жәбірленушіге қарайтынын анықталды. Яғни оның бинокулярлық көру қабілеті бар. Бұл бұқтырмада болған кезде қажет жәбірленушіге дейінгі қашықтықты білу. Бұл тағы бір рет эндолонттың нағыз жыртқыш болғанын және оның 20 миллион жыл бойы азық-түлік тізбегінің басында тұрғанын көрсетеді. Алайда уақыт өте келе климат өзгере бастады және эндолонт аулаған жануарлардың көлемі ұлғая бастады. Эндолонт олжамен күресу үшін осы өзгерістерге жауап беруге мәжбүр болды. Осылайша ол дамып бірнеше есе үлкейе түсті. Мұндай құбыжық динохриус деп аталды. Ол терминатор қабан дегенді білдіреді. Осылайша динохриус эндолонт эволюциясының шыны деп айтуға болады. Жанна Дона керісінше зиялы қауымның айырмашылығы күш сынағын өте алмады және климаттың өзгеруіне кейін көп ұзамай, шамамен 23 миллион жыл бұрын қайтыс болды. Дәл осы кезеңде Моңғолиядан, Қытайдан Солтүстік Америкаға жақсы жыртқыштар аю иттері қоныс аударды. Олар гинодондардың толық жойылуына ықпал еткен болуы мүмкін. Аренада екі негізгі жыртқыш қалды: динохриус пен аю иті. Аю иттері динохриусқа қарағанда әлдеқайда жылдам болды және олжасының артынан ұзақ қашықтықта жүгіре алды. Олардың тағы бір артықшылығы тістері мен азу тістерінің өткірлігі. Олардың дегенмен ең маңыздысы артықшылығы олардың дамыған миы. Тозақ қабанның миы кішкентай болды. Бұл олардың интеллектінің төмендегенін көрсетеді. Олар инстинктпен аң аулады. Аю иттері керісінше аң аулау тактикасын құра алады және топпен аң аулай алады. Бұл эндолонттардың өмірін қиындатты. Нәтижесінде эндолонт тамақ жетіспеді, өйткені ол өте үлкен болды және оған көбірек тамақ қажет болды. Осылайша қабан үшін бұл жарыста терминатор жеңіліп, одан да жақсы жыртқыштарға жол берді. Видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетіңіздер.